Ассалаумағалейкум, чат қолданушылар, міне біздің папайя жемістерімізді көрсетіп қояйық. Енді осындай әдемі жемістен сұйықтықты аламыз деп тіліп тастадық. Жалпы бұл папайын жалпы осы жемістен алынып жатыр, папайя жемісінен. Бұл папайын жалпы сізде ас қорыту жүйесін жақсартады. Жемісі де, папайыны да. Енді бұның жемісінен бұның сүті қымбат болады, алтыннан да қымбат жүреді. Енді баяғыда союздың кезінде парацетамолға тамшылататын болған. Қазір енді бұл Қазақстанда бұндай шама келмейді. Ол жалғыз Қазақстан емес, ол көптеген мемлекеттердің шамасы келмейді. Сондықтан бұл қазіргі таңда бұл тоқтатылған. Енді папайынға кеп тоқталайық. Кішігірім ақпарат беріп сіздерге. Папайын ең бірінші бұл қанның структурасын туралайды. Яғни қаныңыз қатты қою болса, сұйылтып береді, қатты сұйық болса, норма қылып береді. Сіздердің жүректеріңізде нагрузка болмау үшін. Бұл жүрекке, өтке, бауырға насос сияқты жұмыс істейді. Сіздің асқазаныңыз кәдімгі сағат сияқты жұмыс істейтін болады папайын ішкен кезде. Енді папайыннан сахар жақсы түседі, сахарды емдейді, сахарды емі жоқ деп осы уақытқа дейін бізді ұйықтатып келген. Жалпы негізі сахардың емі бар, давлениенің де емі бар. Жаңағы бауырда гепатоз деймі, қан айналмай қалу деген барлығының емі бар. Тек бізде химияға үйреніп қалған себебімізден бізге көптеген таблеткалар әсер етпей қойған. Бірақ Америка, Бразилия, Малайзия мемлекеттер бұны баяғыдан қолданып келеді. Олар көбінесе бұның медицинада дамытып алған. Жаңағыдай көптеген тағамдарына қосады, салат қылып та жей береді бұл папайя жемісін. Енді сіздерге ұсынып жатқан папайынымыз қазіргі таңда көптеген результат жақсы көрсетті. Енді алдағы уақытта Құдай қаласа біз тағы да бұны үлкейтеміз. Папайя және папайын туралы ақпарат керек болатын болса, жекемізге жаза беріңіздер. Біз 24 сағат сіздерге жауап береміз. Енді папайының тағы бір қасиетін айтып өтейін. Жалпы папайын, қараңыздар, мынадан алынады, тіліңізде алынады. Бұл иммунитетті тез нығайтады. Кез келген паразитті өлтіріп тастайды. Жаңағы жыныс жолынан жұққан инфекциядан бастап, кез келген инфекцияны кәдімгідей тез организмнен шығарып тастайды. Сіз егер папайын ішетін болсаңыз, сіз гриппен көп ауыра бермейсіз, иммунитетіңізді көтереді. Енді басында біреулерді ішкен кезде шамалы қозғайды, шошудың қажеті жоқ. Бұл бір қозғап біреулердің көтере түсіреді, емдейді. Енді бірден ішіп жазатын чудо дәрі жоқ. Бірақ десе де бұл папайын сізді химиядан сақтайды. Бұл қазіргі таңда біз тиктокқа дәл осылай салатын болсақ, бізді бұғаттатып тастайды. Өйткені бұған конкуренция жоғары, фармацевтика бізді бұғаттап отырады. Сондықтан міне көріп тұрған, алып жатқан, ішіп жатқан суларыңыздан осы жемістен алынады.